Сәлем, Іңкәр. Сәлеметсіз бе? Іңкәр, мен сенің ғылыми жобаға дайындалып жүргеніңді естідім, және осы ғылыми жоба аясында мен саған бірнеше сұрақ қойғым келіп тұр. Жақсы. Сенің ғылыми жобаңның тақырыбы қандай? Менің зерттеу жұмысының тақырыбы қазақ тілі контент және оның балалардың тілдік дамуына әсері. Жарайсың. Сенің осы тақырыпты таңдауыңа не себеп болды? Қазақ тілі контенттің аздығы, сапасы төмен. Мен осы жобам арқылы қазақ тілі контентті дамытқым келеді. Керемет. Ал сен өзің қазақ тілі контентті қолданасың ба, және қандай контенттерді қолданасың? Мен YouTube, Instagram платформасында қазақ тілді контентті көп көруге тырысамын. MalaYouTube арнасында қазақша мультфильмдер мені қызықтырады. Керемет. Ал енді осы жоба аясында өзіңнің жасаған жұмыстарың туралы айтып бере аласың ба? Мен өзімнің YouTube каналымды ашып, MalaYouTube платформамды ашуды ұсынып жатырмын. Керемет. Ал енді осы ғылыми жоба барысында сен бірнеше жетістіктерге жеттің, соларды айтып берші. Мен қалалық облыстық кезеңінде бірінші орын алып, қазіргі уақыттағы республикалық кезеңге дайындалып жатырмын. Керемет, Іңкәр, жарайсың. Сенің алдағы ғылыми жобаларыңның барлығына мен саған сәттілік тілеймін. Рахмет.